Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұржігіт Бақтай. Бүгін необычный видео болады. Өйткені бұл видеода мен сальто айланып үйренетін боламын. Қарта қарындаш тема болып тұр мынау. Қазір баспен қадалайын деп тұрмын ғой, талай рет. Аман қалсақ болды әйтеуір. Спят усталые игрушки, книжки спят. Бәсе мен неге айналамай жатырмын десем, жаттығу жасамаппын ғой мен. Бәсе денелерім ауырып қатты. День 2 раза вот это упражнение делать, позвоночник не будет болеть. Болып жетеді. Ең бастысы берілмеу керек. Өзінің қорқынышын жеңе алмай жатырмын. Главный сол ғой, соны жеңсең айнап кетесің, қалған бәрі спокойно деп ойлаймын. Басқа жерден көрем ау деймін. Мына жерде көрейін, адам жүрген жол бар, қаттырақ. Осы жерден аяғымды тіреп аламын да, бүйтіп пук деп айналасын боламын. Айтуға оңай негізі. Камераны орнатып алайын. Все. Что-то аяқтарын жосқа ауырып жатыр. Ары қарай ертең жалғастыратын боламын. Достар, бүгін екінші күн. Бүгін екі иығымен аяқтарын тырысып тұр. Не үшін екенін білмеймін. Кешегіден ба, ен сезілді. Екінші адам жетіспей жатыр, арқадан көмектесіп тұратын. Жалғыз өзін үйренген қиын екен. Байқасаңыздар, біріншідегідей құлап қалу бүйтіп. Аунап кету дегендер жоқ. Аунап кету дегендер жоқ. Енді басқа сәттерінен аунап көрейін. Мына жерге. Мынандай құлап киіп алдым. Осы баяғыдан бері нақ бойыма келмеген деймін да. Достар, сағат 5:30 болып қалды. Ары қарай ертең жалғастырамын. Мыналар қашан шөп бересің деп күтіп отыр. Жатам. Ертеңге переход жасап жіберейін. Мына жер қатты екен ғой. Бүгін 3-ші күн. Денелері мәл ауырып тұр. Аяқ одан бетер. Мен қатты қателескен екенмін. Өйткені 3 күндік тоқтаусыз сальтодан кейін дене бұлшықеттеріме қатты нагрузка түскен екен. Тіпті бір ретте пресс жасай алмадым. Аяғыма нагрузка түскені соншалық 30 градустан артық көтере алмадым. Өзіме бірнеше күн демалыс жасауды жөн көрдім.